7 қарашаға арналған күнделікті жұлдыз жорамал. Күнделікті жұлдыз жорамалыңызды бірінші болып есту үшін арнаға жазылып, қоңырау белгісін баса кетіңіз. Сонда сіз бірінші болып естисіз. Лайк басып пікір қалдырсаңыз қуанып қаламыз. Тоқты, сізге құпияларды ашу немесе басқалар ұзақ уақыт бойы құпия сақтаған нәрселерді болжау мүмкіндігі беріледі. Жұмыста көрегендігіңіз көптеген ивенттерге көмектеседі, сізді ешкім шатастыра алмайды. Жаңа таныстармен тіл табысу оңай болады. Олар сіздің ұсыныстарыңызға қызығушылық танытып, жоспарларыңызды жүзеге асыруға көмектесуге дайын болады. Кешкі уақыт әсіресе әлеуметтік шараларға қатысатын тоқтылар үшін сәтті болады. Олар әртүрлі адамдармен қарым-қатынас жасау мүмкіндігіне ие болып, ықпалды адамдарға жақсы әсер қалдырады. Торпақ, күннің сәтті өтуі тек қалағаныңызды шындық деп қабылдамай, оңай табыстарға сенбесеңіз ғана болады. Қалыптасқан жағдайды және мүмкіндіктеріңізді объективті бағалауға тырысыңыз. Егер сізге бұл қолыңыздан келсе, бұрыннан қойылған мақсаттарға жету жолын табасыз, сондай-ақ туындаған мәселелерді шеше аласыз. Көптеген торпақтарға адамдармен тіл табысу және оларға деген көзқарасты өзгерту қабілеті қажет болады. Интуиция сізге қай жерде ымыраға келу, ал қай жерде табандылық таныту керек екенін көрсетеді. Дәл осының арқасында отбасындағы кикілжіңдер мен жанжалдардан аулақ боласыз. Егіздер, сіз ұсақ түйекке уақыт жұмсамайсыз, сондықтан істегі үлкен жетістіктерге жетесіз. Бұл бірнеше мәселені бірден шешуге болатын күндердің бірі. Қателіктерден қорықпай және ештеңені назардан тыс қалдырмай жұмыс істеуге қолайлы. Егіздер әсіресе шығармашылық және стандартты емес шешімдерді қажет ететін жұмыс саласында қызықты іскерлік ұсыныстар алады. Күннің бірінші жартысында көңіл күйіңізді бұзатын ештеңе болмайды, алайда кешке жағымсыз эмоциялар болуы мүмкін. Бұл уақытта көптеген егіздер тітіркеніп, шыдамсыздық танытуы мүмкін, сондықтан жақындарына олармен оңай болмай. Шаян, жоспарланғаннан да көп нәрсеге үлгересіз, бірақ қысқа үзілістер жасамай, тіпті 1 минут демалмай жұмыс істегендіктен. Осыған байланысты күннің ортасына қарай күшіңіз сарқылып, денсаулығыңыз нашарлауы мүмкін. Соңғы уақытта өзін жақсы сезінбеген шаяндарға өздерін күту ұсынылады, тіпті кейбір тапсырмаларды кейінге қалдыру қажет болса да. Басқалар маңызды істеріңізге жиі араласып, сізді ашуландыруы мүмкін. Дегенмен эмоцияларды бақылап, таныстарыңыздың көмегінен пайда көре аласыз. Жай ғана оларға не істеу керегін барынша түсінікті етіп түсіндіріңіз. Арыстан, бәрі жақсы өтсе де, күннің басында сіз болған жағдайға разы болмайсыз. Көптеген арыстандар осы уақытта өте тітіркенгіш және шыдамсыз болады, сондықтан олармен жұмыс істеу тек байсалды адамдардың қолынан келеді. Үміт артқан келіссөздер ұзаққа созылуы мүмкін, ал бұл жағдайды бақылау қиын. Күннің екінші жартысы әлдеқайда жағымды өтеді. Соңғы уақытта қызықсыз әрі жалықтыратын іспен айналысып жүрген арыстандарға шабыт келеді, олар жұмысты тез аяқтайды. Жақындармен тіл табысу қиын болып жүргендер қарым-қатынастағы үйлесімділікті қайтара алатын жол. Бикеш, өзіңізді жақсы қырынан көрсетіп назар аударту үшін тамаша күн. Осы мүмкіндікті жіберіп алмайтын бикештер жаңа одақтастар мен іскер серіктестер табады, олардың көмегімен жақын арада жақсы табысқа қол жеткізеді. Сондай-ақ жұлдыздар шығармашылық мамандық иелеріне қолдау көрсетіп, өзін-өзі жүзеге асыруға жаңа мүмкіндіктер ашуды уәде етеді. Күннің алғашқы жартысы қарым-қатынас үшін қолайлы болады, бірақ кешкі айналаңыздағылармен тіл табысу қиынға соғуы мүмкін. Кейде сіз жанжалға бейсаналы түрде өзіңіз итермелейсіз. Әділеттілікті қалпына келтіру ниеті кейде дау жанжалға келуі мүмкін. Таразы, бұл күн жұмысқа өте қолайлы болмақ. Әсіресе таразы басшыларға жұлдыздар ерекше мейірім танытады. Бұл жұлдыз белгісіндегі адамдар кадрлық мәселелерді шешіп, қызметкерлермен қарым-қатынасын реттеп, қиын тапсырмаларды жылдам орындайтын команданы жинай алады. Басқа таразылар да шағымдана қоймас, барлық іс сәтті аяқталады. Істер көп болса да шаршамайсыз. Кешке әлеуметтік шараға баруға жеткілікті энергия қалады. Сол жерде сізді өте жағымды таныстықтар күтіп тұр. Сары шаян, маңызды және күрделі мәселелер туралы ойлаңыз. Бүгін сізде көпшілікті тығырыққа тіреген сұрақтарға жауап табу мүмкіндігі болады. Интуицияның көмегімен кейбір сары шаяндар алаяқтарды және манипуляторларды әшкерелейді.
Басқалары оларға кедергі келтірген адамдардың кім екенін түсініп, қарсы әрекет етудің жолын табады. Іскерлік және жеке өмірде оң өзгерістер болуы мүмкін. Сондай-ақ сізге бірден ұнай қоймаған адамдармен кездесуіңіз мүмкін, бірақ уақыт өте келе олар сенімді серіктес немесе тіпті жақсы досқа айналады. Кешкі уақыт саршаян ата-аналарды жақсы жаңалықтармен қуантады. Мерген мазасыз, бірақ қызықты күн. Сізге өзгелердің істеріне араласу қажет болады. Бұл әрдайым көңіліңізден шыға бермеуі мүмкін. Тек өз мәселелеріңізге назар аударған мергендер жылжымайтын мүлік, шоу-бизнес немесе қызмет көрсету саласында жетістіктерге жете алады. Бірақ қалғандарында да күрделі мәселелер туындай қоймайды. Күннің екінші жартысы жеке қарым-қатынастарда бастама көтеру үшін қолайлы. Сізге ұнайтын адам сіздің ұсыныстарыңызды жылы қабылдайды. Егер бірінші кездесу ұйымдастырсаңыз, кеш өте жағымды өтеді. Тәуешкі, егер сіз қарапайымдылық танытпасаңыз, онда жұмыста нақты серпіліске қол жеткізесіз. Өз мүмкіндіктеріңізді көрсетіп, бұрын ешкім білмеген білімдеріңіз бен таланттарыңыздың күтпеген қолдану жолдарын табуға мүмкіндік болады. Идеяларыңызды басқалармен бөлісуден қымсынбаңыз, тіпті олар тым батыл болып көрінсе де. Қолдау көрсететін адамдар табылатыны сөзсіз. Күтпеген жерден ақшалай түсімдер болуы мүмкін. Кейбір тәуешкілер ынтымақтастық туралы ұсыныстар алады. Олардың қаншалықты тартымды болғанына қарамастан, бірден келіспеңіз. Алдымен барлық шарттарды мұқият зерттеу қажет. Су құйғыш. Күннің басында көптеген адамдар сізбен сөйлескісі келіп, тіпті сізді ашуландыруы мүмкін. Дегенмен сабыр сақтап, әңгімелескісі келетіндердің барлығын мұқият тыңдауға тырысыңыз. Бұл сізге өте пайдалы нәрсе білуге мүмкіндік береді. Жұмыстағы кейбір мәселелер немесе мансапқа қатысты мазалаған су құйғыштарды жақсы жаңалықтар күтіп тұр. Күннің екінші жартысында кейбір қиындықтар туындауы мүмкін. Тұрмыстық мәселелерді шешу үшін жоспарланған сапарлар мен ойын-сауықтардан бас тартуға тура келер. Бірақ күрделі қиындықтар болмайды, сондықтан уайымдаудың қажеті жоқ. Балықтар, бүгін сізге назар аудару бұрынғыдан да қиын болуы мүмкін. Бұрын қызықтырған және қуаныш әкелген істер қазір жалықтырып жіберуі ықтимал. Кейбір балықтар жаңа әсерлерге ұмтыла отырып, бұрынғы уәделерін ұмытып кетуі мүмкін. Олардың айналасындағылармен қарым-қатынасына кері әсер етуі мүмкін. Күннің бірінші жартысында сіз өз бетіңізбен әрекет етуді жөн көресіз. Бұл дұрыс шешім болмақ. Ал екінші жартысы көмек немесе кеңес сұрауға қолайлы. Осы уақытта жаңа таныстықтар да болуы мүмкін. Олардың бірі романтикалық жалғасын табуы ықтимал.